Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 5 түрлі хит салаттың рецептісімен бөлісемін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші еңлікгүл салаты. Барлық керекті заттарды видеодағыдай әдемілеп турап тарелкаларға орналастырамыз. Дастарханыңыздың сәніне айналатын, өте дәмді әрі тез жасалатын салаттың рецептісін сақтап алуға кеңес беремін. Екінші руккола мен хит салаты. Құрамы дәрумендерге өте бай, пайдалы әрі өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіз. Үшінші кезекте құралай салаты. Құрамы өте ерекше әрі дәмді, кез келген отырыстан кейін хит болатын нағыз дәмді салат. Төртінші кезекте фунчоза салаты. Тәбетіңізді ашатын ащы дәмі бар, ерекше дәмді корей салаты. Салаттың етін 5-7 минуттай қуырып аламыз, кейін үстінен сәбізді саламыз, тәтті бұрышты саламыз. Сәл ғана қуырып, біраз қасық соя тұздығын құйып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Содан кейін отты өшіреміз. Дайындап турап қойған қиярымызды салып араластырамыз. Қайнап тұрған суды фунчозаның үстінен құйып, 10 минутқа қойып қоямыз. Фунчозамыз жеуге ыңғайлы қатты ұзын болмасы үшін пышақпен бөліктерге бөлеміз. Дайын болған қуырманы салып, жақсылап араластырамыз.
Бесінші, фета ірімшігімен өте жеңіл және тез дайындалатын салат. Осымен салаттарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.